21 ғасыр. Ойлап қарасақ, бәрінің ақыл-есі толық, көзі ашық, көкірегі ояу. Бірақ әлі күнге дейін көріпкел, бақсы, балгер деген алаяқтардың арбауына түсіп, солардың айтып жүрген ертегісіне сенуден бас тартпайды. Олардың шынымен беймәлім қасиеттері бар ма? Әлде ол тек халықты алдап, оңай ақша табудың жолы ма? Қарастырып көрейік. Ясно? Ясно, Говард. Больше сказать нечего. Ең алдымен көріпкелдік дегеніміз не, анықтап алайық. Көріпкелдік адамның қоршаған ортадағы объективті құбылыстар жайлы бес сезім мүшелерінің қызметімен түсіндірілмейтін, ақылдан тыс ақпарат қабылдау мүмкіндігі. Осындай қабілетке ие адамдар құпия сыртқы және ішкі күштердің әсері арқылы және тікелей олармен байланысқа түсіп, болашақтағы оқиғалар туралы, жоғалған заттың немесе адамның мекені жайлы жекелеген ақпарат бере алады. Олардың бұл қабілетке ие екенін ешқандай ғылым дәлелдей алмайтындықтан, көріпкел статусына ие болу үшін өзін көріпкелмін деп жарияласа жеткілікті. Сондықтан кез келген адам көріпкел бола алады. Қазақстанда олар жайлы әлі күнге дейін ешқандай зерттеулер жасалмағандықтан, өзге елдерде жасалған тәжірибелерді қарастырып көрейік. Осы күнге дейін жасалған тәжірибелердің ең үлкені Джеймс Рэнди қоры. Джеймс Канада-америкалық иллюзионист және ғылыми скептик, ғажайып құбылыстарды зерттеу комитетінің негізін қалаушылардың бірі және Джеймс Рэнди қорының негізін қалаушы. Бұл қордың басты мақсаты өзін тылсым қасиетке ие деп санаған адамдардың қасиеттерін тәжірибе жүзінде зерттеп көру болып табылады. Және өзінің көріпкелдігін дәлелдеген адамға $1 миллион сыйақы беріледі. Бұл жай ақша емес, және оны кез келген қатысушының алуға мүмкіндігі болды. Бірақ қазіргі күнге дейін бірде-бір адам бұл тәжірибеден өте алмады. Айта кетейік, бұл қор 1996 жылдан бері жұмыс істеуде. Джеймс Рэнди бұл жобаға ең танымал деген экстрасенстерді шақыруға тырысқан, бірақ барлығы бас тартқан. Бұл сыйақыны алуға ұсыныс білдіргендер аз емес, жылына 50-ге жуық адам. Сонда бүгінге дейін 1200-ге жуық адам өз бақтарын сынап көрген, және бәрі нәтижесіз. Осыған ұқсас жоба көршілес Ресейде де жүзеге асуда. Ол Гарри Гудини атындағы жүлде деп аталады. Жүлде қоры $1 миллион құрайды. 2015 жылы Сайуан видеоарнасының көмегімен құрылған бұл жобаның әлі күнге дейін жеңімпазы жоқ. Бұл жағдайлардың бәрі тәжірибе жүзінде жасалғандықтан, көріпкелдер өз қасиеттерін көрсете алмады. Егер өздеріне қолайлы жерде болса, сынақтардың барлығынан өтеді деп айтуларыңыз мүмкін. Осы нұсқаларды ескергендіктен, танымал америкалық Жак Фреско жасаған зерттеулерді айта кетейік. Жак Фреско дүние жүзін шарлап, өзінің тылсым қасиеті бар деп есептейтін адамдарды іздеп тауып, солардың үйіне барып, немесе өзіне шақырады. Барлық қолайлы жағдайларды жасап беріп, өз қасиеттерін көрсетуді сұрайды. Сол адамдарды мұқият бақылағаннан кейін, олардың тылсым қасиеттері тек фокустың көмегімен немесе адамдарды алдау арқасында ғана жүзеге асатындығын дәлелдеді. Зерттеу барысында бірде-біреуі өзінің тылсым қасиетін дәлелдей алмаған. Сонымен қоса, психологияда вербалды емес сөйлеу әдісі деген бөлім бар. Адам баласы сөйлеу кезінде мәліметтің 10%-ын ғана сөйлеу арқылы айтады. Қалған 90% мәлімет дене мүшесінің іс-қимылы, бет әлпетінің қимылы арқылы беріледі. Өткенді айтып, болашақты болжайтындардың көбі осы ғылымды меңгерген дипломсыз психолог болып табылады. Біздің мақсатымыз халықтың көзін ашып, мәліметтермен бөлісу, ал таңдау өз еркіңіз. Сіздермен бірге болған Фараби, және естеріңізде болсын, шын беріліп қызықтаған нәрсе ғана жүрекке жетеді.